Сенде вообще ақша жоқ па? Каспиде бар ма? Қанша бар? Так, мен саған 100 мың жібердім Халық банкке. Енді Каспиден қай номерге қанша жіберейін, соны айтшы. Бөле басыма 8 газ бар ғой, жаман қырлайын деп жатырмыз ғой екеумізше бөлеше. Білен олар шығарып тастаған, төбесінен қарасаң, ай бос. Күрек нақыланнан біз емес. Мансы сен жібердің ба? 1000 мешок алдық, одан кейін тағы 1000 мешок қостық, дұрыс па? Кейін қосың, кәмпет пешенеге қайттан не алдық? 1000 мешок алдық, кейін тағы 1000 қостық, я? 1000 қостық, я? 2000 мешок, 50 күрек, я? 200 перчатка, 100 шелек, батарейка алдық, одан кейін бачок алдық 85, дұрыс па? Фонарик алдық. Фонарик қанша алдыңдар? 53 фонарик, я? Болды. 200 перчатка алдық, әйтеуір керек нәрсе ғой деп, су тартылғанша деп. Біздің жігіттер үстіп артылған ақшаны әкеп береді ғой, тиынын тиындай. Теңгесін теңгедей. Так. Одан кейін мына жерде бізде 443.220 теңгеге печенье, конфет, одан кейін не алдық? Пряник алдық. Қайдан ол миллиард, міне естіп отыр қой, миллиардқа не алып отыр, үй алып отыр, басқа алып отыр деді. Егер честно бар ғой, честно бар ғой, істеген адамшы ондай миллиардқа үй аламайды. Действительно айтам бар ғой, анандай тауда мықты жасаған адам да ондай миллиардқа бар ғой, үй аламайды. Натури бар ғой, просто көзі ашылмай тұр да, какой-то ол білет бір 100 адамға үй әперіп қойды, содан кейін енді Рысбала құдай да, как будто сен Рысбаланың істеген істеп ал, ең алдымен сен Рысбаланың қылғанын қып ал, мынағын қып ал дейді, бірақ мына жағында Рысбала қанша жеп отқанымен шаруасы жоқ қой. Оны ақмақ адам да біледі ғой, тупой адам да біледі ғой оның бәрі. Осы жерде 170 адам отыр ғой, айтып жіберейінші бір жартақ минут. Негізі бір уағыз емес, бірақ бір дүзу сөз деп ойлаймын енді. Сонда садақа бергенде көзіңіз жететін адамға ғана беру керек екен. Айналаңызда да бар ғой, любой адам айналасында бар ғой, жұмысында бар, баласы, коллега бар, в крайнем случае көрші бар, ладно, туысың ал бүтін шығар, көршің бар, былай жұмысқа баратқанда біреу бар, соған беріп, соған көз жеткізіп, что ол адам саған шын ниетімен рахмет айтқан кезде ғана берілу керек екен. И сол садақа дұрыс болып есептеледі екен. Можно я скажу? Бала-шағасына бермей, шеттеріне береді. Сондай семьяларға таңғалдым да. Здравствуйте. Мен айтсам болады ма? Говори. Айтайын. Так, мен айтайын дегенім, білем, біздің қазақтардың көзі ашық емес па, до такой степени мынандай лохотронға сене ма, мен білмеймін, я? Сенгіш қой, қазақтар сенгіш қой. Біз осы қазақтар деген көбісі жалқаумыз ғой, мойындау керек қой, жалқаумыз. Біз ана дайын асқа тыққасық. Дайын асқа тыққасық болып, ол жаға тек сразу батып кеткен жақсы көреміз. Мен көптен бақылаймын. Мен бір блогердің бір нәрсесін алып, бір нәрсесін сатып алған адам емеспін. Мен иногда ойлаймын, қандай манипуляция жасайды осы халыққа, до такой степени халық сенетіндей. Допустим, бір SPF крем сатып жатыр, я? SPF кремді Қазақстанға әкелуі бар, мыналардың реклама шығаруы бар, бүткіл заказды қабылдайтын менеджерлер бар, оны аппаратын бүткіл SPF везде продается. Сонда оның шын бағасы қанша? 6000 теңгеден сатады, оның ішінде бүткіл услуга бар. Сонда оның шығып тұрған бағасы қанша? 500 теңге ма, 1000 теңге ма? Вот сол нәрсені қалай беттеріне жағады деймін да, сол нәрселерді дейтін. Во-первых, во-вторых, вот қазір ана шай сататындар көбейіп кетті ғой, қанша 2000 теңге, 3000 теңгеден шай сатады, я? Сол шайды сатып,
қанша мысалы 5 квартира 10 машина деп жатыр иә, соның бәрі халықтың ақшасы ғой, сол шайдың ішіндегі. Сонда ол шай 500 теңге шығып тұрған нәрсе ма? Ол шайдың ішінде не бар сонда? Соны қалай ішеді адамдар? Адамдарға алдында бір әйел айтады да, жейтін наным жоқ дейді, мойным кредит дейді, үйді ұтып қалармын деп 10 шампунь алдым дейді. Сонымен 130 мыңға дейін бірдеңеге кредитке кіріп отырмын дейді. Адам сақтай көрді. Қалай соған барады адам? Қараңыз, осы сөзіңізге тұздық болсын. Инстаграмда Ирина деген фэн-шуй ма білмеймін. Да. Сол қыз өте тоже күшті грамотная ғой. Соған анау, мен сол қыздың атын білем, Назиру ма? Назира ма? Назиру ма? Назира, иә, бір екі қызы бар, байымен ажырасты ғой бір недавно. Иә. Сол қыздың несін, кремін жаңағы Иринаға Назизару, иә, Назизару, не деген ат Назизару, езік салмай жүр. Сол қыздың косметикасын подарить еткен ғой Иринаға, крем. Сонымен ол без задних мыслей ашатта, енді анаяқтан пластмассаның иісі, Ирина Ризақ, иә, пластмассаның иісі шығып тұр, ана кремнің өзі. Адам, когда нормальный, жақсы, люксовый косметикамен қолданып жүргеннен кейін, андай дешманскийді көрген кезде, адам сразу түсінеді оның дешманский екен. Сөйтеді ол видео снимать ете салады ғой, маған мынандай подарить етіпті, еще әдемілеп ана өзінше коробкаға сап қойыпты, қазақтарға жегізу үшін, как всегда. Біз қазақтар сондай жақсы көреміз ғой, распаковка жасауды, ішінде не отқанмен шаруам жоқ. Соны отзыв қылып, живой отзыв қылып, ол инстаграмнан салады. Сөйтсе анау Назизару, как она смеет менің косметикамды, кремімді жамандауға, это мен өзімнің атыммен бренд шығарғам деп, оны сотқа береді. Иринаны сотқа береді да, сотта өзі жеп қалады. Почему? Потому что ол өзінің брендіне Қытайға барған кезде сен де шығара аласың под свое имя. Тура сол косметиканы Диана да шығарады, тура сол косметиканы Ирина да шығара алады. Это не обозначает бренд. Вот бренд, Dior бренд, например. Шанель бренд, ол болды. Шанельді сен шығарамайсың өзінің атымен. Ол өзінің косметикасын әркімнің атына штамповать етіп бере бермейді. Она просто как торговый представитель дейді ғой, грубо говоря, дистрибьютор, торговый представитель. Просто өзінің атын клейт етіп қойды да шығара береді. Ол жаққа Қытайлар любой атын шығарып береді. Туалетная бумаганы да сіздің атыңызға шығарып береді. Я? Хочешь, пожалуйста. А оны ол өзінше менің атынан шыққан бренд деп қазақтарға жегізген ғой. Сонымен сотта ұтылады да Иринадан. Иринаның расходын, жаңағы Иринаның жүгірген сотта адвокатының расходын, барлық расходты қанша миллион деді? 6 миллион деді ма? Мен жөнді оқымадым енді. Сонымен сотта ұтылып, сол ненің бәрін төледі. Сол үшін айналайын, кім еді аты анау? Біздің керемет өзінің атымен шығарып атқан типа бренд шығарғыштар. Ертең қазақтар уже топқа любой затты апарып лабораториядан өткіземіз енді. Мен қыздар инстаграмыма өтіңіздер. Мен жаңа подкастты ИП ашып жаңағы донаторлар жинап жатырмын ғой, маған ақша жіберетіндерді. Оны мен не үшін істеп жатырмын? Мен ертең осы подмол бренд деп шығарған адамдардың косметикасын аламын да, кәдімгідей лабораториядан барып тексерткім келеді, халыққа өйтіп көрсеткім келеді. Міне, чем вы травитесь? Вот сол үшін сендер ойлап жатсыңдар, мен ақшаны өзім қалтама жинап жатыр, или там бірдеңке жасап жатыр. Жоқ, ол үшін емес, юрист керек ол жерде. Например, қанша адамнан Камшат, Жолшыбай деді ма, бір тоже не бар екен. Блогер. Камшат Жолдыбай. Миллионами адамдарды уақыт. Жолшыбай ма? Жолдыбай. Камшат Жолдыбай ма? Кешудағы емес, вообще Камшат бірдеңке тоже шоған құсайды аты. Блогер какая-то. Сол группамен қанша адам жинағанда миллионами ақша жинап алған ғой өзіне. Енді сомен соттасып жатыр қыздар. Вот сондай қыздарға көмектесу үшін
несі дұрыс юрист жалдау үшін сол үшін мен жаңағы ИП ашып не істеп жатырмын. Руслан Өтепбаев сияқты донаторлардан ақшасын құрап, подкаст жасап, лабораторияға апарып сіздерге құр бүйтіп диванда отырмай, жаңа көрсету үшін наглядно. Қолдамайтындар $20 ақшалар. Мені қолдайтындар өздері жіберіп, рахмет сіздерге. Ау? Потом я хотела сказать, знаете, мына жерде пастылары бар ғой. 170 адамдай адам. Қойшы алып ертең жаңағы лабораторияға тексеру үшін керек болады. Ертең мына қойлар алды ғой, ауыздарына салды Қытайдың. Ана көзі деген кісі алды ғой, сол кісі де бар. Тілдері